мынау жер дауы, жесір дауы өршіп тұрған кезде ноғайлармен. Сонда Сыпатай батыр айтыпты, бүкіл қазақтың игі жақсыларын жинаған ғой. Жер дауы, жесір дауын шешу керек. Ноғайлармен. Біздің қазаққа кім тиіспеді дейсің? Біздің жерімізге кім қызықпады дейсің? Кім ала көз аттады дейсің? Сонда Сыпатай батыр бір топ қазақтың игі жақсыларын әкетіп бара жатыр дейді, ноғайларға қарай. Сонда Сыпатай батыр айтыпты, ауыздарында сөздерін барып сөйлеңдер. Сонда жолдан бір 12 жасар бала қосылыпты. Аға, мені дала кетіңіз, бір кереңізге жарармын депті. Алып кетті дейді. Сонда ноғайлардың территориясына кірген кезде, ноғайлар атпен шыққан кезде қазақтарға айтыпты, ассалаумағалейкум ақтабандар депті. Қазақтарға. Сол кезде жауап жоқ дейді қазақтың жағынан. Сонда жаңағы 12 жасар бала, уағалейкум ассалам, өлігі сұрғып сақтағандар деп айтты. Сонда ноғайлар қыстың күні адам өлсе, жерлемейді екен көктемде. Сонда көрдің ме қалай табу керек сөзді. Сонда анау, көрдің ме қалай? 12 жасар бала қалай айтты? Уағалейкум ассалам, өлігін сұрғып сақтағандар. Сен 12 жасар баланы қазір қартайған магазин жүрші? Ол неге барғанын ұмытып қалады. Керемет. Кешегі Әлімхан Ермековтер 8 сағат Ленинмен салғыласып, қазақтың территориясын қартаға түсірді. 28 жасында. Сонда Ленин сверлок қазбандайды дейді. Кешкі тамақты ішпесек, мына қазақтар Москваны алып қойыпты. Сен 28 баланы қойдың кезегіне жіберші, 28 жасар жігітті. Кешке шейін тақымыңды қысып аласың, әкеңнің аузына елдің балын түгел әкеле ме, түгел әкелмей ме? 28 жасында. Сонда Ахмет Байтұрсынов айтады дейді. Әлиханмен салғыласатын бір сақау адвокат пайда болыпты деп айтады дейді. Сонда Ленинді айтып тұр. Әлиханмен салғыласатын бір сақау адвокат пайда болыпты деп айтады дейді. Ленинді айтып тұр. Әлімханның Ермековтың 5 қызыл дипломы бар. Ленинде бірде бір диплом жоқ. Міне.